армысыздар, құрметті оқырмандар. Танымал дубляж актері әзілкеш Қайрат Әзілкерей 93 миллион теңгеге алған жаңа баспанасын көрсетті. Бұл үйге көшіп келгенімізге 1 ай толды. Бұрын 55 шаршы метрлік 2 бөлмеде тұрдық. Одан кейін осы 4 бөлмелі үйге көштік. 160 шаршы метр болады. Үйді жөндеу жұмыстарына 5 айға жуық уақыт кетті. Сол аралықта пәтерден пәтерге көшіп жүрдік, дейді жұлдызды шаңырақ бағдарламасына сұхбат берген актер. Сонымен қатар ол болашақта жер үй салып құда күткісі келетінін де айтып қалды. Ұлым 16-да тоғады. 5-6 жылдан кейін құда күтеміз, анық. Соған дейін жер үй салуды ойлап жүрмін. Өзіміз де әкеміз де қалаған үйде тұрып жатқанымыз жоқ. Балаларымыз да біздің үйде тұрмай бөлек жоспар құрса қарсы болмаймыз. Келіншегіміз екеумізге 3-4 бөлмелі жер үй жарайды, дейді актер. Актердің жаңа қонысы өте қымбат ықшам ауданда орналасқаны белгілі болды. Әл-Фарабидің жоғары жағынан алдық. Өте қымбат жер. Біз тұрған үй кешені салынып жатқанда алып қойдық. Осы жылдың наурыз айында пайдалануға берілгенде таза әрлеуде алдық. Ал дизайн өзіміз жасадық. Біз көшкен жылы көрші тұрған үй кешені салынып жатты. Ол терезеден көрінетін тауды жауып тастады. Үйіміз 8-ші қабатта тұр еді. 12-ші қабатқа көтерейікші дегенімізде 25 миллион теңге алып төлеп, кез келген қабаттан ала беріңіздер деді. Сонда әр дегенімізде 25 миллион теңге төлеп, кез келген қабаттан ала беріңіздер. Сонда әр қабатқа 5 миллион теңгеден қосып тұр. Өте көп шығын кеткесін, ол сумманы тауып бере алмадық. Осы қабатқа да қанағат. Бұл үйдің нақты бағасы 93 миллион теңге, құрылысына 50 миллион теңге кетті, дейді актердің жұбайы. Бұған дейін актер жаңа үйіне 150 миллион теңге кеткен туралы айтқан еді. Айта кетейік, актер Әзілкерейдің Болат Назарбаевтың тойын жүргізіп $50 мың алды деген ақпарат тараған еді. Алайда әзілкеш бұл ақпаратты растамады.